Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді тары чизкейктің құрамымен бөлісемін. Ең алдымен бізге осындай таза жуылған тары керек. Оның үстіне 50 грамдай ыстық сүтті құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Келесі тарының талқанына осындай ұсақталған блендерден өткізілген печеньені салып араластырамыз. Достар, тары чизкейкті тек қана талқаннан да жасауға болады. Осылай жақсылап видеодағыдай венчикпен араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттердің үстіне осылай ерітілген сары майды құйып, жақсылап араластырамыз. Келесі чизкейктің формасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай диаметрі 20 см болатын кольцо керек. Кольцоның астыңғы жағына пергамент қағазын төсеп, оның астына фольганы салып, видеодағыдай жан-жағына біріктіреміз. Енді дайын болған формамызға жаңағы құрғақ ингредиенттерді кольцоның ішіне видеодағыдай саламыз. Келесі чизкейктің бортиктарын жасаймыз. Ол үшін бізге ең астыңғы бөлігін осылай салып, үстінен нығыздап басып шығамыз. Келесі чизкейктің бортиктарын жасау үшін жаңағы қалған құрғақ ингредиенттерді формамызға саламыз және де видеодағыдай стаканмен бортигін айландыра отырып жасаймыз. Чизкейктің бортиктарын видеодағыдай бір-екі етіп жасауымыз керек. Келесі чизкейктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін біз алдын ала тоңазытқыштан крем-чизді шығарып аламыз. Крем-чиз үй температурасында болу қажет, өйткені барлық ингредиенттерді араластырған кезде ыңғайлы болғаны дұрыс. Келесі оның үстіне тарыны саламыз және де қантты саламыз. 2 дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы салған ингредиенттерді араластырып болған соң, соңында 33% клейгейді құйып, тағы да біркелкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Достар, бұл жерде крем-чиз түйіршіктеліп қалмау керек, өйткені біздің чизкейк онда дұрыс шықпай қалады. Чизкейктің салмасын жақсылап араластырып болған соң, оны жаңағы дайындап алған диаметрі 20 см формамызға құямыз. Чизкейктің беткі жағын осындай кондитерлік күрекшемен біркелкі етіп тегістеп шығамыз.
Келесі чизкейкті алдын ала қызып тұрған пешке саламыз, және де пештің астыңғы бөлігіндегі осындай төртбұрышты формаға 2 кружка су құямыз. Міне достар, біздің чизкейк дайын. Осы рецептпен дайындап көрулеріңізге болады.